Ресей Украинаға соғыс ашқалы әлеуметтік желіде сан түрлі фейк ақпарат тарады. Мысалы, Путин мен Зеленскийдің дипфейк видеосы, бұдан бөлек ядролық қару туралы фейктер және тағда басқалары. Жақында желі қолданушылар арасында тікұшақтардың әскери брондалған көліктерді әуеге көтергені бейнеленген видео тарады. Видеоның бенгал тіліндегі сипаттамасында Ресейдің Украинадағы әскери базаға шабуылы бейнеленген деп жазылған. Видеодан үзінді көріп алайық. Алтыншы наурызда Facebook желісінде жарияланған видео 7 миллионнан астам қаралым жинады. Кейін видео желіден өшірілді. Бірақ басқа желі қолданушыларының жазбасы әлі сақталған. AFP фактчекерлерінің дерегінше видео түпнұсқасы 2019 жылы 5 тамызда YouTube желісіндегі әскери мұрағат арнасында жарияланған. Бұған қоса арна авторы видеоның Нидерланд қорғаныс министрлігіне тиесілі екенін ескерткен. Видео сипаттамасында 2018 жылдың 17 қыркүйегі мен 13 қазан аралығында өткен Falcon Autumn 2018 атты әскери оқу жаттығуы екені жазылған. Кейін фактчекерлер Нидерланд корольдік әскери әуе күштерінің Facebook парақшасында 2018 жылдың 12 қазанында жарияланған видео мен фейктегі кадрлар бірдей екенін анықтады. Сонымен қатар, Нидерланд қорғаныс министрлігінің сайтында әскери жаттығу жайлы мақаласында да дәл осындай видео жарияланған. Каналға тіркеліңіздер, аман сау болыңыздар.